Көмірді жөнелтудегі үздіксіз үдерістің бір бөлігі қатты отты сақтап орташалау. Осы мақсатта ауыр жүк көліктері мен көмірлер ұсақтап тиеу агрегаттарынан жеткізіледі. Бұл жерде көмірдің ірі кесектері ұсақталып, орташаланып, магистралдық және жалғастырушы конвейерлерге жөнелтіледі. Богатырь көмір компаниясының ұсақтап тиеу агрегаты машинистінің міндеті міне осы үдерісті бақылауда ұстау. Ұсақтап тиеу агрегаттарының жұмысы өндірістік үдерістің ажырамас бөлігі. Оның машинистері жабдықтың құрылымын, бақылау өлшеу приборларының қызметін, жұмыстың технологиялық режимін, жабдықты пайдалану кезіндегі қауіпсіздік талаптарын білулері тиіс. Одан басқа жұмыс орны мен жабдықтың қауіпсіздігін сақтау, еңбекті қорғау ережелерін естен шығармауы абзал. Сақтап тиеу агрегаттарын дұрыс пайдалану кеніш жұмыстың тиімділігі мен өнімнің тұтынушыларға дер кезінде жетуінің кепілі.